саламатсыздар қазақтар. Жаңа инстаграмда бір ролик көріп қалдым да. Анау мед брат дейді ғой, мед дәрігер жігітші жедел жәрдемде ұрып соққан ұстады ғой әйтеуір. Соны айтам да, кешірім сұрап отыр. Әкешем дейді, не дейді, бәріміз анда біз мұсылманбыз дейді. Кешірім сұрап бір ролик жүріп жатыр да. Онда біз бәріміз ұрып соғып ашуымызды сол адамдардан сөйтіп білгенімізді істеп сөйтіп ашуымыз сөйтіп шығарайық та. Сосын қашып кетіп полиция ұстап алғаннан кейін сөйтіп кешірім сұрайық. Ойбай, біз мұсылман едік қой, кешіріңдерші деп. Бұл религияға қайтып айналып келе береді. Бұл нәрсе атасынан нәлет, ондай религияны атасынан нәлет, ондай мұсылмандықтың. Сен өз-өзіңді ашуыңды басамасаң, сен қолыңнан ондай жақсылық келмесе. Қалай ол ашуын сөйтіп алады да, сөйтіп біраз уақыт өткеннен кейін кешірім сұрап, жылап, әңгіме айтып тұрады. Біздің қазақтың мақалы бар, керемет мақалы бар. Алдыңа келсе атаңның құнын кеш дейді. Бірақ адамның өтеуі бар ғой, адамның құны бар ғой. Қандай нәрсе болсын, еңбек ақы бар, адамның құны бар, адамның қандай да бір дәрежесі, мәртебесі бар. Сонда ойбай, ислам религиясы сондай деп таяқ жеп кешіре береміз да сонда. Кешірімді болыңдар деп астына жаз қойып, Алла разылығы үшін бірдеме, шірдеме. Бұл религия жақсылыққа апармайды бізді. Сонда білгенін істей беріп, о дүниеде жауап береді дейді. Біз қазақпыз, біз ол дүниеге жауап береміз. Біз осы жарық дүниеде өмір сүргеннен кейін. Оның үстінде конституция бар, оның үстінде заңдар бар, кодекстер бар. Заң жүзінде жауап берсін. Заң жүзінде айыппұл төлесін, жазасын өтесін. Қараш бұны религия деп кешірім сұрап таяқ кетпекші. Ол не ол сонда?